Мүмкін анамға сұрайын. Анасы, ма ит тасуға көмектесесің бе? Çocuk babam yok, oğlum taşıyamaz. Енді не істеймін? Бар атаңа сұра. Осылай атасына жүгіреді. Атасы. Ма ит тасуға көмектесесің бе? Жоқ, балам, мен газет оқып отырмын. Енді не істеймін? Әкеңе сұрайын. Әкесің, ма ит тасуға көмектесесің бе? Жоқ, балам, мен қолым бос емес. Енді не істеймін? Апатайға сұрайын. Осылай апатайларына барады. Апатай, ма ит тасуға көмектесесің бе? Жоқ, біз ойнағады. Енді не істеймін? Әсемге сұрайын. Осылай әжесіне барады. Әсемсің, ма ит тасуға көмектесесің бе? Әкел, балам. Сен ұйықтай ғой. Осылай әжесі Жалқаубекті ұйқыға жібереді. Ал түні бойы әжесі үй тапсырмасын орындап, сөмкесін дайындап қояды. Таңертең тұрғанда Жалқаубекті мектепке жібереді. Бара ғой, балам, сабағың дайын. Солай Жалқаубек сабағына кетеді. Мектептен қуанышпен оралады. Күнделігін үй ішіне көрсетуге асығады. Ал ол күнделікке мұғалімі балалар. Әжесі, жарайсыз, естіген балалар, олай болады ма? Тапсырманы кім орындау керек? Өзіміз! Балалар, жарайсыңдар, тапсырманы өзіміз орындауымыз керек. Еңбек етпегеннің қазынасы болмайды. Енді кейісіне сабақты осы мұндаймын. Жарайсың. Бүгінгі қойылымда бізде атаның рөлін сомдаған Қайрат Али, апатайлардың рөлін сомдаған